Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге мен бүгін осындай қалдық маталардан жастық тігетін боламын. Алдымен бізге осындай 15-те 15 2 дана мата керек болады. Оны екеуін бірінің үстіне бірін қойып, 4 бұрышты етіп тігіп аламыз. 4 бұрышты етіп тігіп аламыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Немесе ұнамаған жағдайда дизлайк басып кетсеңіздер де болады. Комментарий қалдырыңыздар, пікірлеріңіз жазыңыздар. Сіздерге келесі видеода не сабақ беретінімді, сол сіздердің комментарийларыңызға, пікірлеріңізге қарай жұмыс жасайтын боламын. Осылай 4 жағын бірдей тігіп аласыздар. Мына 4 жағын бірдей тігіп алдық. Енді осы квадраттың ортасын шығарамыз. 4 бұрышына сызғышпен осылай сызып аласыздар. Қайшымен ортасынан қиямыз, өйстіп жаймен көтеріп аласыздар да, қайшыны ортасына қойып белгілеп аласыздар. Жаймен қана қайшы кіретіндей ғана қылып, астыңғы матаны тиіспейсіздер, оны қиып алмаңыздар. Осылай шетінен 4 бұрышын жаймендеп қиып аласыздар. Осылай 4 бұрышы қиылады. Мына осындай квадрат шықты. Енді шектеріне лента саламыз. Ол лентада қалдық маталардан алынған. Бұл жерде енді өздеріңіз енін өздеріңіз білесіздер, қандай ен пайдалануларыңызға да болады. Бұл жерде енді мен ені 6 сантиметрден келіп тұр. Ұзындығын осындай белгілеп аласыздар. Бұны да 4 бұрышын айқастырып осы матаға тігіп аламыз. Бірінші екі шетін тігеміз, содан кейін ұзынан 2 жағын тігіп алатын боламыз. Мына осындай квадрат шықты. Бір өтектеп аламыз, жатқызып, барлығын жатқызып өтектеп аламыз. Артық жіптер болса қиып аласыздар. Оның үстіне тағы да бір матадан 4 бұрыш тығып, алдыңғы тіккендей қылып дәл сондай аласыздар. Бұл жерден де сәл үлкендеу болғаннан кейін жегінің бәрін түйреуіштеп түйреу аласыздар инемен, немесе көктеп аласыздар. Өйткені бұл жылшып кету мүмкін. Тігіп жатқанда қаншытқанмен сәл үлкендеу болғаннан кейін жылшып кетеді. Барлық шетін осылай инемен түйреп болғаннан кейін 4 бұрышын тігіп аламыз. Мінекей мен 4 бұрышын тігіп алдым. Бұның да дәл ортасын белгілеп аламыз. Сызғышпен ортасын белгілеп аламыз. Ұзыннан сызып аласыздар. Ручкамен немесе бормен, өздеріңіз қаламен болса да, бірақ дөп сызуларыңыз керек. Өйткені 4 бұрышынан бөлген кезде 4 ромбикші, 4-3 бұрыш мата шығу керек болады. Бұны да дәл ортасынан алып, жаңағындай қылып қиып аласыздар. Осындай қиястар, мына осындай мата шықты. Бұны да өтектеп аласыздар, жатқызып, артық шаптырған 3 бұрыштарды, тігілген жерлерді қиып аласыздар. Қиып тастайсыздар. Енді мен өзім артық шаптырған нәрсені мата бермеймін. Енді бұл шетіне мен не істеймін? Мен бұл шетіне тағы да осындай 4 жағына лента қойып шығам. Бұл да қалған мата. Бұл жерде енді менде сәл жалпақтау болып тұр. Бұл жерде 8 сантиметрден келеді. 8-де 8 сантиметр шығып тұр. 8-ден де сәл көптеу болады, бірақ енді 8 деп есептей берейін. Тігіске неге кеткенде 8 сантиметр қалады. Оны да солай жаңағындай жағдаймен тігіп аласыздар. Дәл алдында көрсеткендей қылып.
өтектеп аласыздар міндетті түрде. Өтектеп, өйткені бұл барлығы қыбы мата, лен бір жерде барлығы лен мата. Простыня тіккен, жастық тіккен, бесік жасау тіккен, содан қалған қалдықтар. Осының үстіне енді менде мынандай бамбук мата тұр. Осындай цветтен алдым. Осы дәл сәйкестендіріп 4 бұрышын қиып алдым. Бұл жерде менде жастық есептегенде 48-де 48 шықты. 50-де 50 жастыққа, шынтақ жастықтар болады, сол сияқты 48-де 48 шықты. Үстіне осылай қойып аласыздар, өлшеп. Бір шетіне замок саламыз. Замокты қалай салу керек екенін алдыңғы видеоларында бар. Орындыққа, машинаға, автокөлікке салатын не жөнінде көрсеткен болатын, видеомда көрсеткен болатын. Шетінен жаймен лишний артық тұрған қиып аласыздар, артық тұрған заттарды. Лишний болмау керек, мінекей замок осындай болады. Енді осы замокты бір шетіне қоясыздар да, қалған жерін 3 бұрышын тігіп аламыз. 3 бұрышын көктеп алуларыңыз да болады, немесе жаңағындай түйреуішпен түйреп қоюларыңызға да болады. Өйткені жылшып кетеді, сосын дұрыс тігілмей қалуы да мүмкін. Мына мен тігіп алдым. Барлық жерін тігіп алдым. Енді замокты ашамыз. Бұрыштарын саусақтарыңызбен дұрыстап келтіріп алып шығарасыздар. Енді менде үйде шынтақ жастықтар бар, диванға қоятын жастық, баланың басына жасайтын жастықтар бар. Сол жастыққа сіздерге қалай тұратын тыстап көрсететін боламын. Мына осындай жастық шықты, шеті осындай замок болды. Мінекей астары. Енді өздеріңізде үйде осындай сіз тігінмен айналысатын болсаңыз, қалдық маталардан осындай дүние тігулеріңізге болады. Мына жастық, осы жастықтың тұсына тыстап көрсетемін. Дәл осы матадан мен простыня, пододеяльникке дәл өстіп тіге беремін. Қалдық любой матаны жинай беремін. Алдыңғы келесі видеоларда көрсетемін, қандай простыня балаға не қалай шыққанын осылай көрсетемін. Мінекейіңіз, менде осындай жастық шықты. Дәл өстіп, мінекей қонақтарыңызға да беруіңізге болады, диванға да берулеріңізді тасып қоюларыңызға болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, немесе дизлайк қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Серікгүл Медетбайқызы. Мен сіздермен қоштаспан, келесі видеомда күтемін. Тіркелмеген кісілер болса, тіркеліп кетіңіздер. Талай осындай мастер класстар өтсетін боламын. Сау, саламат болыңыздар.